Қайырлы күн баршаңызға. Есім Майолым. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай картошканы жарты етуді көрсететін боламын. Мен барлық картошкамды, пиязымды осылай тазалап алдым. Ең алдымен пиязымызды ұзынша етіп турап аламыз. Әркім әрқалай турайды, әркім әрқалай қуырады. Мен сіздерге өзімнің қуыратын әдісімен көрсететін боламын. Пияздарды дәл осылай видеодағыдай етіп турап аламыз. Пиязы көбірек болған дұрыс, сонда дәмі деген керемет болып шығады. Осылай пияздарыңыздың барлығын ұзынша етіп турап, бөлек ыдысқа салып қоясыздар. Ендігі біз картоптар кейбіреулері үлкен қылып турайды, кейбіреулері слишком кішкентай қылып турайды. Мен осылай ұзынша етіп жұқарақ қыламын, сонда дәмді болып шығады. Маған картошкалардың езіліп піскен ұнайды. Әркімге әрқалай, біреулерге пиязы күйіп піскен ұнайды. Ендігі табамызды қыздырып, үстіне майымызды құйып аламыз. Майы көбірек болған дұрыс, аты жабысып қалуы мүмкін. Осылай майымызды құйғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуырғаннан кейін бетін жауып, біраз уақытқа қалдырыңыздар. Сондай пияздарыңыз кішігірім күйіп, өзінің қалпына келетін болады. Мінекей дәл осындай болып. Қуырып, жақсылап қуырғаннан кейін үстіне картоптарыңызды салып, ақырын ғана араластырып, бұқтыруға қалдырасыздар. Астын сәл ғана, орташадан сәл көбірек қана қылып, бетін жауып қалдырасыздар. Өзінің буымен, суымен кішкентай болып пісіп шығады. Неге осылай бұғып шығады? Асты кішкене жабысып қалуы мүмкін. Сол үшін бір стаканға жеткізбейді. Кішкентай ғана суларыңызды құйсаңыздар жеткілікті. Соны салып, тұздарыңызды салып, дәміне қарай суларыңызды құйып, бетін жауып бұқтырып қоясыздар. Өзі еркімен пісіп, езілмей, әдемі болып шығады. Әркімге әрқалай, менің өзіме езілген картошкалар ұнайды. Әркімге әрқалай пісуін күтесіздер. 20 минутқа қалдырсаңыздар жеткілікті. Мінекей менің картоптарым дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер дәл осы рецептпен. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, рахмет.